Келесі әрекет бізде телефон мен Bluetooth'ды, яғни Arduino Bluetooth екеуін байланыстыру. Байқайтын болсақ, Arduino'да Bluetooth мегабайт етіп отыр, яғни қазіргі жағдайда телефонмен байланыс жоқ дейді. Ең бірінші Bluetooth'ды қосамыз. Сөйтеміз де ішінен іздейміз, қандай допустимый доступный устройство шығуы мүмкін. Қазір менде біреуі шығып тұр. Соединение жасап көрем. HC06 деп алғашында пароль сұрайды. Пароль бізде всегда 1, 2, 3, 4 болады. Установить сопряжение. Подключенный устройствоға өтуі мүмкін. Қазір бізде HC06 қосылғанымен бізде мінеке устройство қосылды, бірақ қосылғанымен әлі Bluetooth датчик менде мегабайт етуін тоқтатқан жоқ, яғни әлі нақты байланыс жоқ дейді. Екеуінің байланысы бар жоғын тексеру үшін тағы да Play Marketте қосымша приложение бар, Bluetooth терминал дейтін. Осы Bluetooth терминалды жүктеп алсаңыздар болады. Және осы жерден Connect тексеріп көреміз. Бізде HC06 еді. Басамда Connect деп басып көрем. Егер барлығы дұрыс болатын болса, Bluetooth'бен байланысады. Қазір байланыс бар болатын болса, біздің Bluetooth'іміз мегабайт етуін тоқтатты, яғни екеуінің байланыс бар. Бізде қазір Bluetooth байланыс бар. A send тим, яғни монитор портқа да A дейтін әріп келді. B жіберем, send, B келді. С-ны жіберем, С келеді, Д-ны жіберем, Д. Яғни қандай әріп жіберсем де сол символ ретінде келді. Демек, мен енді осы бар болғаны Bluetooth терминал, осы Bluetooth терминалның дұрыс жұмыс жасап тұрған білгеннен кейін енді өзімнің қазір менде байланыс жоқ деп тұр. Bluetooth терминалды байланысты өшіремін. HC06 Connect үзілді. Байланысты таңдаймын. Знакты басам. Мінеке HC06 деген қазір менде пайда болды. Байланыс бар деген жазу шықты. Енді алға дейтін батырманы баса, мінеке AE деген жазу келіп жатыр. Мен басып тұра берем. A дейтін жазу келді. A және E жіберген кезде E келеді. Солға басатын болсам SE келеді. Артқа басатын болсам BE келеді. Оңға басатын болсам DE дейтін әріп келіп тұр. Демек, менің телефоным Arduino мен жақсы байланысты. Енді бар болғаны осы байланысты приложение қалай қабылдап жатыр, сол туралы сөйлесеміз. Ең бірінші software serial дейді библиотеканы қосамыз. Software serialға Bluetooth'ды жалғаймыз. Bluetooth деп ат береміз. Порттарын таңдаймыз. 7 және 6 портта жалғанған. Serial деген 9600 деген бізде монитор порттағы боттың саны 9600 деген, және Bluetooth begin-ді осы біз құрған Bluetooth-ді begin дейміз. Және лупқа бір ғана шарт жазып аламыз. Егер Bluetooth available больше нуля, бұл деген сөз сырттан қандай да бір символ келетін болса, әрине ол символ кез келген символ нөлден үлкен болады. Онда бір char дейтін символды S-ті құрып аламыз. Ол сырттан келетін Bluetooth-ді оқып тұрады. Және сол келген мәлімет бізде қазірше экранға шықты. Енді осы әрекетті пайдалану арқылы біз жаңағы байланысты интернеттен ала салғам. Meetupқа өтемізде осы жердегі шартты тексереміз. Бірінші кнопка A келетін болса жүреді, яғни A келетін болса алға дейтін жазу, E келетін болса тоқта деген шартты береміз. Демек, егер S тең болатын болса A-ға, символ бірлік тырнақшаға алынады, онда алға дейтін функцияны шақырамыз. Алға өтірнікте else егер S-тан келетін болса B, онда ол артқа жүреді. Else C келетін болса ол солға. Else егер S-тан D келетін болса онда онға жүреді. Else E келетін болса онда тоқта функциясы орындалады. Шартты тексереміз. Проверка. Компиляция завершена. Мобильный приложениеміз дайын. Кодымыз дайын. Портты тексереміз. Загрузка жасаймыз. Сөйтемізде мобильді қосымшадағы машина дейтін приложениені ашып, шын мәнінде орындалып жатыр ма тексереміз.
Мобильный приложениеміз дайын, и машинамыз да дайын. Қазіргі жағдайда бізде байланыс бар. Ендігі мәселе осы 4 кнопкамен басқарып көреміз. Алға батырмасын басам, басып тұра берем. Машинам алға жүріп жатыр. Жіберем, тоқтайды. Артқа. Жіберем, тоқтайды. Солға. Камерада байқалмаған шығар, бірақ направление өзгеріп жатыр. Және оңға. Демек, бағдарлама толығымен жұмыс жасап тұр. Қазір машинаның өте жай жүріп жатқаны ол питанияны компьютерден алып жатыр. Демек, ол біз білеміз USB порт максимум 500 мА ғана бере алады, 5 вольт болғанмен. Демек, план бойынша бізде машина жүру керек болған, және ол жүрді. Енді пауэрбанкпен жүргізіп көреміз. Пауэрбанкты жалғаймыз 5 вольтты. Барлығы қосылды. Қазірше бізде Bluetooth мигать етіп жатыр, яғни ешқандай әлі байланыс жоқ дейді. Мобильный приложениені аламыз да Bluetooth'ды таңдаймыз. HC06 байланыс бар болатын болса мигать етуі тоқтайды. Байқағандай тоқтады. Енді жүргізіп көреміз. Алға, артқа. Алға, артқа, солға, оңға. Алға, артқа, оңға, солға. Осымен қысқаша машинамыздың толығымен қалай жасалатынын түсіріп үлгердік. Алдағы уақытта осындай жұмыстарды көбейту жоспарда бар. Видео ұнаған болса лайк басып комментарий жазамыз. Алдағы уақытта басқа да жобаларда жолыққанша сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Бұлайша өзің білесің да ше? Бірақ видеоға түсірген кезде тұрыс шықпай қалады, қуып қалады да. Видеоға түсіру негізі оңай емес екен. Опс.